Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді толғап курсының кезекті видео сабағында көріп отырғаныма қуаныштымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы past continuous шағы туралы болмақ. Жалпы past continuous өткен уақытта бір мезетте немесе белгілі бір уақыт аралығында жүзеге асып жатқан іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. Past continuous шағын білу сізге ағылшын тілінде оқиғаларды және де әрекеттерді нақты суреттеуге мүмкіндік береді. Сабақтың соңында сіз бұл шақтың қолданылуын толық түсініп және де оны дұрыс пайдалану дағдыларын қалыптастыра аласыз. Жалпы сабағымызды бастайтын болсақ, past continuous қалай жасалынады? Past continuous шағы күндікше етістіктер was және де were негізгі етістіктердің ing формасынан құралады. Құрылымына тоқталатын болсақ, жекеше түрдегі есімдіктерге, яғни I, he, she, it, оған was және де ing етістігін қосып жалғайтын боламыз. Дәл солай көпше түрдегі есімдіктерге, яғни you, were, they, бұларға біз were және де етістігінің ing формасын қосу арқылы жасайтын боламыз. Кішкене мысалдарға тоқталатын болсақ, I was watching TV when she called. Ол қоңырау шалғанда мен телевизор қарап отырдым. They were playing football at 4 p.m. yesterday. Олар кеше сағат 4-те футбол ойнап жатты. She was reading a book all afternoon. Ол түске дейін кітап оқып отырды. Келесі past continuous шағының негізгі қолдану жағдайларына тоқталатын болсақ, жаңағы айтып өткендей, белгілі бір уақыт аралығында болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттау үшін, оған мысал келтірейік. At 10 o'clock last night I was studying. Кеше түнгі сағат 10-да мен сабақ оқып отырдым. Ұзақ әрекеттерді сипаттау ол қысқа оқиға кезінде үзіліп қалады. Ұзақ іс-әрекет past continuous та, ал оны үзіп жіберетін tense past simple болып табылады. Оған мысал келтіре кетейік. Мысалы, I was cooking dinner when the phone rang. Мен кешкі ас дайындап шыққанда телефон шырылдады. Өткендегі екі параллель іс-әрекеттер, екі іс-әрекет бір уақытта болып жатқан кезде екеуін де past continuous'та қолдануға болады. Мысалы, while I was reading, my sister was listening to music. Мен кітап оқып жатқанда әпкем музыка тыңдап отырды дегендей. Жалпы түсінікті тереңдету мақсатында біз past continuous және де past simple шағының айырмашылықтарына тоқталып өтейік. Past continuous ұзақ уақыт немесе созылмалы әрекеттерді сипаттайды, ал past simple қысқа және де аяқталған іс-әрекеттерді сипаттайды. Мысалы, past continuous'та I was walking home when it started raining. Мен үйге қайтып бара жатқанда жаңбыр жауа бастады. Яғни бұл жерден біз қандай да бір процестің жүзеге асып жатқанын байқауымызға болады. Ал past simple'да I walked home. Мен үйге қайттым. Яғни іс-әрекет аяқталып тұр. Ал past continuous'та іс-әрекет әлі жалғасын тауып жатқан болатын, Түйін, past continuous оқиғалар ұзақ уақыт бойы болып жатқандығын көрсетеді, ал past simple нақты уақыт немесе қысқа мерзімді сипаттайды. When және while сөздерінің қолдануына тоқталатын болсақ, when қысқа оқиғаны көрсету үшін қолданылса, ал while ұзақ іс-әрекеттерді сипаттайды. Мысалы, when she called, I was working. Ол қоңырау шалғанда мен жұмыс істеп отырдым. While I was working, my phone rang. Мен жұмыс істеп жатқанда менің телефоным шырылдады. Келесі кезекте біз шағын тапсырманы орындап жіберейік. Ал құрметті оқушылар, жазылым тапсырмасын аяқтап болған болсақ, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Жалпы бүгінгі сабақта біз past continuous шағы туралы біраз мәліметтер алдық деп ойлаймын. Past continuous шағының қолдану жағдайларын және де past continuous шағын өткен уақытта немесе бір мезетте болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттау үшін, яғни қандай да бір процесті сипаттау үшін қолданылатыны туралы білдік, Жалпы сіздерге үй жұмысына бұл сабақты түсінгендеріңізше қайта-қайта видео сабақты қарауларыңызды сұраймын. Және де жаттығуларды аяқтап, сонымен қатар бүгінгі алған білімімізді практика жүзінде өз өмірлеріңізде қолдануға тырыссаңыздар екен деймін. Ендеше келесі кездескенше goodbye.